Ол кезде менің өмірге деген көзқарасым жеңіл, жауапкершілік аз еді. Өнерлі болуым, жұрт алдында суырылып сөз сөйлей алатыным, сымбаттылығым менің ортаның назарында ұстады. Қыздардың көзқарасынан жігіт ретінде қадірлі екенімді сезінетінмін. Бұл менің өзіме деген сенімділігімді арттырды. Мен ешқашан қыздарға шын сезімімді білдірген емеспін. Ол қажет те болмады. Олар өздері маған жүректерін ашатын, жылы сөздерін аямайтын. Сол кезде маған бұл ойын сияқты көрінетін. Біреуге күліп қарау, екіншісіне жылы сөз айту, бәрі менің көңілімді көтеру үшін жасалғандай. Жүректері нәзік қыздардың үміттерін мен түсіне алмадым. Мен үшін бұл жай ғана көңіл көтеру, құр атақ қуған әуестік еді. Қыздардың маған деген адалдығы мен шынайы сезімдерін байқаған жоқпын. Бәлкім байқағым да келмеген шығар, өйткені әрбір сәт маған уақытша қызық болып көрінетін. Алайда уақыт өте, сол қызық көрінген сәттердің астарында қаншама жүрек жарасы жатқанын түсіндім. Жас болдым, желік болдым. Бірақ бұл менің жауапсыз қылықтарымды ақтамайды. Қазір сол кездегі қателіктерім есіме түссе, әрбір жүректі түсінбей, өзімше шешім қабылдағаным үшін өкінемін. Қыздардың әрқайсысы бір үйдің жайнап тұрған қызғалдағындай нәзік, әдемі, күтімді қажет ететін екен. Бірақ мен ол кезде оны түсінуге жас болдым. Мектеп бітірген соң армандарымның емес, ата-анамның қалауын орындауға тура келді. Әке-шешем мені жақсы жерде оқытып, беделді мамандық иесі етуді қалады. Олар менің болашағым жарқын болғанын қалады. Сол үшін ауқатты жұмыстарында барын салды. Мен журналист болуды армандадым. Қаламымнан туған сөздер арқылы шындықты жеткізіп, өзімнің ерекше әлемімді құруды қаладым. Бірақ үйдегілер бұл таңдауыма қарсы болды. Журналист тұрақсыз кәсіп, болашағы жоқ деген сөзді жиі естідім. Ақыры әке-шешемнің талабымен басқа мамандыққа оқуға түстім. Платный оқу мен үшін оңай болған жоқ. Өзіме ұнамайтын нәрсемен айналысуға тура келді. Сабақтар қызықсыз, ал болашаққа деген көзқарасым бұлыңғыр еді. Әр күні оқуда жүргенімде өзімді бір шеңберге қамап қойғандай сезіндім. Әке-шешемнің көңілін қалдырғым келмеді. Бірақ ішімде өзімнің арманымды аяқ асты қылғандай ауыр сезім жүрді. Бір жағынан мені түсінетіндей ешкім жоқ сияқты көрінетін. Әке-шешең бәрін жасап жатыр, неге риза емессің деген сұрақтарға жауап табу қиын еді. Алайда жүрегімде журналист болсам өзімді еркін сезініп, өмірімнің әр сәтін мәнді етер едім деген үміт жоғалмады. Студент болдым. Группада жүргенімде жаулаған қыз болды. Құлай сүйдім. Ол үшін бәріне дайын едім, бірақ мені бесікте жатқанда атастырған. Оның бәрі бос сөз демеуші едім. Атастырған қыз әкемнің жан досының қызы. Анам мен оның анасының арасы қыл өтпес құрбылар. Бала кезден айтушы еді, әсем сенің болашақ жарың, қазірден көңіл бөл деп. Бірақ мен ол сөздерді жай айтылған сөздер деп қабылдап жүрдім. Группадағы Айжанның ізінен 6 ай жүгіріп әзер қаратып алдым. Сондай сұлу, мен жігіттерге қарамайтын қыз. Екеуміз қыз-жігіт болып 3 жыл жүрдік. Оқу бітірген шақта үйдегілерге айтып едім. Әкем мен шешем ұрса жөнелді. Арада 2 ай өткен соң анам Айжанмен танысамын деп оқып жатқан жеріме келді. Айжанды әзер көндіріп, шағын тыныш жерге бардық. Анам танысып, сөйлесіп әңгіме соңында: Айжан, сен өте тәрбиелі, иманды қыз екенсің, бірақ мені тыңдашы, менің ұлым бесікте жатқанда атастырылған, біздер Алланың алдында уәде беріп қойғанбыз. Ұлымның жары күтіп жүр. Ол қызға сырға салып қойғанбыз. Ұлым екеуінің араларындағы сезім уақытша нәрсе. Сондықтан ұлымның өмірінен біржола кетесің. Егер сен қарсы болсаң, біз ешқашан сендерді қабылдамаймыз. Түсіндің ғой? Өз бақытыңды емес, әке-шешеңнің абыройын ойла, қызым, деп орнынан тұрып кетті. Мен ашудан не істерімді білмей қатып қалдым. Айжан маған қатты ренжіді. Сен неге маған ештеңе айтпадың? Мені неге алдадың деп көз жасына ерік берді. Мен ақталуға түсіндіруге тырыссам да, Айжан ештеңе тыңдағысы келмей шығып кетті. Одан кейін күндері кешірім сұрап байланыс жасадым. Ғашығымның соңғы сөзі: Жан, мені тыңда, анаң дұрыс айтады, мен әке-шешемнің абыройын ойлауым керек. Біз батасыз бас қоссақ, өмір бойы өкініп өтеміз, сосын түбі ажырасып тынамыз. Батасыз үйленіп, бақытты болған жандарды көрмедім.
деп жылап жіберді. Солай екеуміз соңғы рет құшақтасып жылап қоштасқан едік. Диплом алмай жатып Айжан басқа жігітке тұрмысқа шығып кетті. Жүрегім қан жылады. Осы әлі де сүйемін ғой. Қимадым, күйіктен ішіп кеттім. Ішсем бәрі басылатындай. Көп ұзамай диплом алды. Ертеңіне мен де бесікте атастырылған қызға үйлендім. Елдің бәрі көңілді, тек мен риза емеспін. Өзімді бір сәт жансыз қуыршақ секілді сезіндім. Тойымда әбден араққа сылқиып тойып, өз-өзімнен қырғын шығардым. Менен ешкім мұндайды күтпеген. Есімді жисам, аяқ-қолым арқандаулы. Жұмыс қаладан табылды. Содан үйдегілер бізді қалаға жіберді. Пәтер жалдап тұрдық. Әйелім өте пысық, ақылды, бірақ жуас еді. Мені ханзададай күтетін, бірақ мен оны жек көрдім. Айжаннан айырған сұрқия деп әйелімді жек көрдім. Ол да оқу бітірген, ол да жұмыс істеймін деп менен рұқсат сұрағанда ашуланып дипломын жыртып тастадым. Сен еш уақытта сыртқа шықпайсың, маған тиген екенсің, менің күңім болып өтесің. Өйткені осы жолды таңдаған өзіңсің деп бетіңмен шапалақпен тартып жібердім. Ол соған да көнді. Ешқашан маған қарсы келмеді. Жұмысқа барамын, демалыс болса аузым құрғамайды. Сондай күндері әйелімді зорлықпен төсекке қинаймын. Сөйтіп жүріп 2 қыз тудырдым. Бірақ менен үнемі таяқ жейді, себепсіз ұратын. Арада 10 жыл өтті. Байғұс әйелім ауру болып қалды. Ал мен оны сылтауды пайдаланып, 2 қызымды тастап ажырасып кеткен сормаңда едім. Бір кездері жайнап тұрған гүлді қуратып, енді қоқысқа тастай салдым. Үйдегілер қанша ақыл айтса да ешбірін тыңдамай, жұмыстағы байдан ажырасқан көкбет әйелдің қолына кіріп алдым. Ол әйелден де рахат таппадым. Миымды жейтін сорлы қатын болды. Әйелім сияқты көрініп, жұдырық жұмсап едім, темір торға тоғытты. Одан кейін де бірнеше қатынмен өмір сүрдім. Бірақ ұзақ емес. Әйел атауын бақытты ете алмаған сорлы болдым. Арада 15 жыл өтті. Бірінші әйелім аурудан қайтыс болғанына да 5 жылдың жүзі болды. Қыздарым бой жетіп, бірі оқуға түсті. Енді бірі алып қашудың құрбаны болды. Бағып өсірген нағашылары. Мен тек қартайғанда ғана қыздарымды іздедім. Басқа әйелдерім менен бала тумады. Алланың маған берген жазасы болар. Қызым өз ауылымыздағы бір танысымның ұлына күйеуге тиген еді. Үлкендер батасын беріп, тойға мені де құдай етіп шақырды. Сол кезде алғаш рет әке екенімді сезініп, жүрегім қан жылады. Әттең, уақытты кері айландырса, әйелімді бағалар едім. Көп ұзамай ауыл шу етті. Кеше ғана тұрмысқа шыққан қызымды оңбай кеткір күйеу балам елдің көзінше далада қызымды сабап тастапты. Естігенде жүрегім аузыма тығылып, жан жүрегім езіліп кетті. Үйден жүгіре шығып күйеу баланың үйіне тарттым. Барсам байғұс қызымды сабап тастапты. Ашуланып күйеу баланы ұрғым келді. Ортаға үлкендер түсіп, ол малды ұрғызар емес. Қызым солқылдап жылап отыр. Қолынан ұстап, жүр, мен сені мына азғынның қолында қалдырмаймын десем, қызым бармайды. Өлсем сүйегім осы үйден шығады деп қолымды жұлып тастап жіберді. Кезінде анасында. Мен де қаншама ұрсам да кетпеген еді. Көзіме еріксіз жас келді. Неге өмір қайталанып жатыр? Қызымның не жазығы бар? Байқұс қызым әлі күнге дейін сорлы байынан таяқ жеп өмір сүріп жатыр. Ортаға түссем де мені әке ретінде көрмей қайтарып жібереді. Алладан күнде кешірім сұраумен күндерім өтіп жатыр. Ол қызым таяқ жеген сайын жүрегім сыздап ауырады. Еркектерге айтарым, әйел ұрып бақытты болмайсыңдар.